Қылышын сереп қыс та келді. Жер үйде тұратындардың көмір бағасы қымбат деген жылдағы шағымдары тасылмайды. Ал биыл бұл үдеріс қалай жүріп жатыр, соны бағамдап көреміз. Көмір мәселесі жылда қозғалатын дау. Бағасының қымбаттығы халықты толғандырмай қоймайды. Құны белгіленген болса да, ауыл мен аудандарға жеткізілгенде қымбатқа түседі. Бұл өздігінен жұмыс істеп жүрген азаматтардың ісі дейді тұрғындар. Ауылға көмір сататын камазистар көмір бағасын 16 мыңнан қояды. Шұбаркөл көмірі қызуы жақсы, бірақ оны әркімнің қалтасы көтере бермейді. Арзан көмір жоқ емес бар. Дегенмен сапасы төмен көмір қыстың аязында үйімізді жылыта алмайды деп тұрғындар шағымдануда. Тағы да арзан көмірлер бар, қияқты мысалы 10 мың теңгеден тоннасы. Бірақ оның қызуы біздің солтүстіктің суығына жарамайды, үйді жылытпайды. Өкеш Аружан, арнайы Еуразия ұлттық университеті үшін.